Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Елімізде жаңа маусым басталды деп айта берсек те болады. Өйткені оның алғашқы матчы, яғни суперкубок матчы Астана Арена стадионында 22 ақпан күні өткен болатын. Оның жеңімпазы болып алматылық Қайрат атанды. Рафаэл Уразбахтин шәкірттері Игорь Леонов баптайтын Ақтөбені 2-0 есебімен тізе бүктірді. Матчтағы есепті 58 минутта Қайраттың бразилиялық шабуылшысы Элдер Сантана ашты. Вот она передача из глубины поля в падении. Отдавал этот пас Валерий Громыко. 62 минутта Қайрат сапындағы Еркін Тапаловқа қызыл қағаз көрсетіліп, ол алаңнан қуылды. Дегенмен 87 минутта Қайрат есепті еселей білді. Екінші голдың авторы Қайраттың белоруссиялық футболшысы Валерий Громыко. Сантана. Мяч сохраняет у себя. И вот он шанс. Валерий Громыко. Громыко! Қайрат забивает второй гол. Даже находясь в меньшинстве 2-0. Қайрат, возможно, ставит жирную точку в этой встрече, потому что времени смотреть. Рабиу, новичок Ақтөбе, ошибся на ровном месте. Ну, за такие ошибки, конечно, как это часто бывает в футболе, следует наказание. Здесь Элдер, даже несмотря назад, не глядя, понимал, что там есть партнер набегающий, это Валерий Громыко. Ну и Громыко играющий, где-то даже издевательски, уложив Андрея Влада, отправил мяч в сетку ворот. И Анжелкович там тоже ничем помочь уже команде своей. Алматылық Қайрат командасын және оның жанкүйерлерін шын жүрекпен құттықтаймыз. Қазақстан суперкубогының егерлері Қайрат командасы. Рафаэл Уразбахтин Қайратқа чемпиондықпен қоса суперкубокты алып берді. Есеп 2-0. Жаңа маусымда Қайрат тамаша. Ал енді назарларыңызға өткен маусымның сұрмергені Ислам Чесноковтың салған голдарын ұсынамыз. Тамашалаңыздар және де каналымызға жазылып қойыңыздар. Лайк басып, пікір жазсаңыздар, сіздерге алғысымыз шексіз болады. Егер таты футболшы қазір міне алаң жиегінде жүгіріп жүр. Дене қыздырып, айып алаңына қарай пас. Және Жұмашев, тамаша мүмкіндік. Есеп 1-1 Ислам Чесноков тараз басын теңестірді. Гол соқты 1-1 Жұмашевтың тамаша соққысы. Степан Сикач сейв жасады, кері қайтарды. Бұл жерде қақпашының топты кері қайтарған емес, қорғаушылардың 2-1 футболшыны қараусыз қалдырып кеткенін ескеруіміз қажет. Қараңыздар. Иванович. Навес во вратарскую. И удар по воротам. Мяч влетает в сетку. Отличился Ислам Чесноков. Мяч аккуратно ему на ногу приземлился после навеса от углового флажка. И Чесноков, не раздумывая, в одно касание переправил. Тот дальше на край. Эльвис Сауди. Пас вперед на Чеснокова. Чеснокову не удалось убежать. И тем не менее, кустанайцы приближаются к штрафной площади Ақтөбе. Они уже в штрафной. Иванович. Нужно играть, а не разводить руками. Чесноков бьет в угол и забивает 4-й гол. 73-я минута. Чесноков показал Иванович, как нужно вести себя в таких ситуациях. Вместо того, чтобы разводить руками и апеллировать к арбитру, Чесноков играл до конца и своего добился. Второй гол Чеснокова в этом матче. Первый он забил на 17-й минуте, второй на 73-й. Асранқұлов. Пас. Эльмис Сауди. Асранқұлов тепті. Керсетілген доп. Чесноков. Гол. Ислам Чесноков есепті ашты 1-0. Футбол алғашқысы құрметті көрермен Ислам Чесноков өзінің
кезекті голын соқты. Тағы бір голы. Және шабуылшы осы маусымдағы чемпионаттағы өзінің 4-ші голын қарсылас қақпасына енгізді. Және бірден жақсы пас берген екен. Сонымен мүмкіндік қазір. Бұл жерде ереже бұзылды, пенальти. Ешқандай күмәнсіз. Пенальти және сары қағаз болады. Ислам Чесноков және Сиукаев. Ислам жүгірді. Ислам соққы жасап отыр, есеп 0-2. Тобыл командасы екінші голды соқты. Басқа не деуге болады? Дау туғызбайтын сәт бұл. Бағдат Абдуллаев дұрыс шешім қабылдады деп есептейміз. Енді Тобылдың шабуылы басталды. Әлмас Сауди өте тамаша пас беріп отыр. Қақпашымен бетпе-бет келді, міне соққы. Есеп 3-0, құрметті жанкүйерлер. Тобыл командасы 3-ші голды соқты және бұл голдың авторы 6 голдан соққан 2 футболшы бар. Оның бірі Қайраттың сұрмергені Жоау Пауло және екіншісі міне Ислам Чесноков. Біз осы бірінші таймда ғана айтып ек, мергендер көшінде нәтиже өте төмен деп. 6 гол дегеніміз енді 16 ойында. Қолда міне қосылды Ислам Чесноков, Әлмис Сауди. Қайтадан Чесноковқа, Чесноков соғу керек. Есеп 1-1. Тобыл командасы гол соқты, таразы басын теңестірді. Команда ауасы Чесноковты байқаған екен. Байқаған, ал одан кейін Әлмис Сауди тамаша пас берді. Қақпаның қиыс бұрышына келгенде Чесноковтың да шеберлігін айта кетейік. 3 бірдей қорғаушы және қақпашымен бетпе-бет келді. 4 ойыншыға бір өзі төтеп беріп отыр. Чесноков әдемі соққы жасады. Допты асыра теуіп отыр. Чесноков Ошолов. Ошол мүмкіндік бар. Ислам қақпаға жақындады және өкшемен бұл гол. Есеп 2-1. Ислам Чесноков қазір қақпаны тастап допты қуалап кетті Коваль. Ал оның орнына қалған қорғаушы өкшемен тепкен допты тоқтата алмады. Ислам Чесноков бәрібір. Премьер-лиганың үздік бомбардирі және гол! Ислам Чесноков Премьер-лиганың үздік бомбардирі деп айтып болғанымызша Ақтөбе қақпасынан саңылау тапты. Есеп 1-0. Бұл жерде Ақтөбе қорғаушылары 11-ші нөмірлі Премьер-лиганың үздік сұрмергенін жіберіп қойды, қараң. Балқан түбегінің өкілін қателестіру мүмкін емес екен. Қазір допты тез арада Тобыл ойыншылары ойынға қосуда. Сол қаптал. Демопос және есеп 0-2. Бұл Александр Зуевтың тамаша пасы және пас тура Тобылдың 2 ойыншылары.